Достар, сәлем баршаңызға. Каналыма қош келіпсіздер. Бүгінгі отырғызылатын гүл және таныстырылатын сіздерге арналатын гүл адиантум гүліне арналады. Папоротниктің бір түрі, өте пышный, ешқандай күтімді қатты қажет етпейтін өте ерекше гүл. Адиантум гүлі. Жалпы бұл қалай өседі және қалай көбейеді? Астынан осындай қанды қылып шығара береді. Столдары осындай жіпше тәрізді болады, және ол қара не болса қанық қызыл фиолетовый түске енген болады. Сосын бұл гүлді егер жоғарғы жағы мысалы мынандай сияқты бұратылып кеткен болса, мына ашылып тұрған гүлге жапырағына қарағанда мынау отличается, кішкене бүріліп тұр. Ол не себепті? Ол су сұрап тұр. Бұл гүл өте қатты шөлдеп тұр. Күтімді қатты қажет етпейтін гүл іздесеңіздер, міне осы гүл, бірақ та бұны жиі суарып тұру керек. Почвасы, яғни топырағы ылғалдылықта тұрғанды ұнатады, және де су сепкенді ұнатады. Сосын бұл жылдан жылға үлкен куст болып, мынандай букет сияқты бүріліп, ортасынан шығарып, жан-жағындағылар осылай жатып, букет болып өсе береді. Егер сіздер қатты құрғақтықта ұстап, осылай бірінші характер танытады, осындай майда-майда, олар өстіп бүріліп қалса, значит су сұрап тұр. Бұл су сұрағанды сіздер 2 аптадан ұзақ шөлдетіп, және де 1 айға жуық шөлдетіп алатын болсаңыздар, бұл гүл бойын тіктей алмай, бүкіл жапырақтары солып сөйтеді. Және де солған кезде одан қорқудың қажеті жоқ. Осындай ең астындағы мынандай шығып келатқан розеткалары сау болса, және олар қатты болса, мынаның барлығын қырқып тастайсыздар да, былай алып қырқып тастайсыздар да, қайтадан почвасын суландырып, үстіне су сеуіп отыратын болсаңыздар, қайтадан жайнап өсе береді. Яғни бір өлтіріп алғаннан кейін тірілту оңай. Адиантум гүлі жалпы негізі болоталарда, яғни қатты астың ылғалдылық, қара шірікті пресстелген топырақта өсе алмайды. Жалпы бұл гүл кімнің үйінде жарық аз, көлеңкелі, салқын помещениелер көп, сондай кісілерге өсірсе өте күшті. Неге? Себебі күннің көзін ұнатпайды, қоңыр салқын, көлеңкелі жерді жақсы көреді. Яғни бұл пещера деп қоямыз. Пещераларда өсетін гүлдердің сорты, папоротниктің сорты. Пещера білесіздер өте салқын, дымқыл. Сіздерге мен бұны отырғызылуын және тамыры қандай болатынын көрсетем. Алдымен маңызды ақпарат күтіміне байланысты. Сосын адиантум гүлі жалпы өзінің отырған құмырасынан бір размер үлкен құмыраны жақсы көреді. Ол үшін былай ішіне салып көрсеңіз, кіріп кететіндей құмыра болса жеткілікті. Өткен құмырасын алғаннан кейін, кішкене топырағын алып тастағаннан кейін, мына жаққа кішкентай саусағыңыздың салғанда осындай көлем қалса ғана болды жан-жағына. Өйткені тамырын тез тамырлатып, тез жай өсетін гүл емес. Керісінше тамырын баяу өсіреді, бірақ жапырақтарын тез өсіретін гүлдердің қатарында. Адиантум гүлі гүлдемейді, бұл осылай өсіп тұра береді. Пещераларда өседі деп айттым, сондықтан ылғалдылықты жақсы көреді, дымқылдықты жақсы көреді, топырағы да, жапырағы да. Сондықтан жапырақтарына су сеуіп тұруды ұмытып кетпеңіздер. Қай уақытта отырғызу керектігін қалай білеміз? Мына мысал бүйтіп алсаңыз, мына жақта ешқандай тамыр көрінбейді. Бұл тамыры қылқанды болып келеді. Егер осындай қылып, мына жерде екіншісі бар. Бір минут. Осының астын бүйтіп көтеретін болсақ, егер осының астында осындай қылқанды майда-майда тамырлары шығып тұрған болса, міне, ол кезде отырғыза беруге болады деген сөз. Бұны да өстіп алып көрсек, тамырын көрдіңіздер ғой, байқалады. Осындай жағдайда бетіндегі тамыры жоқ топырағын алып тастайсыздар да, пожалуйста, қалған топырақты өзіңіздеріңіздің торфяной, ылғалдылықты жақсы сақтайтын, жеңіл топырақты таңдайсыздар да отырғыза бересіздер. Енді мынау тамыры жоқ, бетіне плесень пайда болған, топырағының ешқандай пайдасы жоқ, сондықтан алып топырағынан, тамырынан босатамыз. Сосын мынандай сарғайған жапырақтары болса, ештеңе етпейік, солай жуып, тазартып астына алып тастасаңыздар болады. Өзегі міне осындай болып келеді. Бұл адиантум гүлін енді керемет гүл өсіре алмаймын,
бірақ бір қатты күтімді қажет етпейтін гүл бар ма деп сұрайтын кісілерге топ осындай гүлді өсіріп байқап көріңіздер. Өйткені ешқандай күтімді қажет етпейді. Әсіресе үлкен кісілер үйде жапырақтары жайқалып, бірақ күтімді қатты қажет етпейтін гүл іздесе, пожалуйста, осы адиантум гүлін алып отырғыза берсе болады. Менде жалпы топырақ құрамын жасау каналымда бар, содан өтіп топырақтың құнарлығын көріп алып жасай берсеңіздер болады. Ерекшелік пенопластпен 2 в 1 кокос чипсымен брикет қосылған. Жартысынан көптеу сәл дренаж ретінде топырақты салып отырғызып көресіздер. Қатты терең болмау керек. Міне жаңа қалай алдық, солай осындай көлемде қалса, бетіне жан-жағына ұрғылап методпен, яғни бос тұрған помещениеге осылай топырақты кіргізу арқылы қолыңызбен қатты престемейсіз, өйткені бұл дымқылдықта тұр. Қанша пайыз? 30-40 пайыздық топырақта, и өзінің гүлдің топырағы да сондай пайызда дымқылдықта тұр. Қазір біз бұны ары кетсе 200-300 миллилитр сумен суарамыз, болды. Бар болғаны осы. Міне, өте тар, өзіне ғана лайықты, дымқылдықты жақсы ұстайтын топыраққа құмыраға отырғыза қоясыздар, болды. Бұның ерекше бір күтімі жоқ, ерекше бір условиясы жоқ, бұның шыны керек. Құнарлы топырақпен болды. Міне осылай пышный болып өсіп тұра береді. Қатты топырақты нығыздап беттеріне сала берудің қажеті жоқ. Өйткені сіз қаншалықты көп топырақ салған сайын, әрбір су құйған кезде соншалықты бұларға ауырлық сезім болады. Ал бұлар өте ауыр топырақты ұнатпайды. Сол себепті жеңіл, рыхлый түрде, жеңіл қимылдап, тамырына да, өзіне де, өйткені бұл өте нәзік гүл. Енді сіздерге қалай жеткізем бұны? Папоротник тұқымдастарының барлығы негізі нәзік, бірақ бір-біріне ұқсай бермейді күтімдері, әрқайсынікі әртүрлі. Сондықтан бірінен бірін шатыстырмаңыздар. Тек атауымен күтімін ерекше біліп отырсаңыздар болды. Ешқандай қоспа жоқ. Магазин өзі сататын топырақта, яғни голландиялық гүлдер торф, шымтезекті жеңіл топыраққа алады да, ештеңке қоспай осылай отырғыза салады, болды. Біреусінің топырағы дымқыл, екіншісінікі кішкене құрғақтау. Құрғақтығын ұнатпайтын болғандықтан, құрғақтау болып тұрған гүлдікін кішкене 100 миллилитрге көптеу суарамыз. Және де бұл гүлдердің жалпы бір жылда үлкен қылып өсіріп алсаңыз, отросткасын қалай аласыз? Бөлу арқылы алуға болады. Ол кезде бірақ тамыры кішкене стресс алып қалады. Витамин беріп жүріңізге тура келеді. Сосын бұның ең отростка алатын уақытысы көктем, апрель-май. Апрель-май айында осы гүліңізді егер отростка алуға ойланып жүрсеңіз, онда апрель-май айында ғана алыңыз. Мен осылай айтар ем. Жан-жағында осындай жеңіл топырақтар болса, саусағыңызбен бас-бас, ештеңе жоқ, тамырына зиян келмейтіндей және жан-жағына топырақ баратындай ұрғылау методпен не осылай отырғызасыздар, болды. Және суарамыз. Осындай. Бұл өзі бұйра, осындай бұйра шашты гүл. Ешқандай гүл демейді. Міне бар ерекшелігі осы. Келесі видеода кездескенше қош болыңыздар.